أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті жамаат қауымы Алла субхана ва тағала алыстан жақыннан келген баршамыздың қадамдарымызды сауаптан жазып ниеттерімізді қабыл алып иншалла өзімізге отбасымызға ел жұртымызға дін исламға қызмет етуге және ақыретте пайда келтіретін пайдалы білім алуымызды нәсіп етсін. Алла субхана ва тағала отырысымызды қайырлы берекелі отырыстар болып нәсіп етсін. Біздер бүгін Құдай қаласа мынау бірнеше сабақ осы дәрістер біткеннен кейін Алла қаласа ақылдасып отырып басқа кітап қою жайында. Бірақ қазірше осы сабақтарды қоюды дұрыс көрдік. Мұсылманның алдында ақымыз бар екен. Ата-ананың балаларының алдында ақысы бар екен. Ерлі зайыптардың бір-бірінің алдында ақысы бар екен. Көршілердің ақысы бар деген секілді осы ақымызды біліп алайық бірінші. Себебі ол ақымызды білмейінше басқа нәрсеге өтудің өзін ғалымдар құптамайды. Енді хадисте келеді, пайғамбарымыз айтқандай, жаңағыдай мұсылман бауырыңды зиярат ету ақымыз. Ауырып қалса, зиярат ету. Одан кейін көңілін сұрап бару, сәлем беру, шүкіретін болса ярхамукаллах деп айту, қайтыс болатын болса жаназасына қатысу секілді хадисте келген осындай хаққыларымыз бар екен. Соған қосымша Құраннан, хадистен ғалымдар қосымша ретіп бәрін қосып мұсылманның мұсылмандағы ақысын шығарып береді. Қанша ақысы бар екен? 25 ақымыз бар екен. Мұсылман деген кім? Осыдан бастайық. Кім? Алладан басқа Құдай жоқ, Мұхаммад оның елшісі екеніне куәлік берем деп калима шахада айтқан адамды мұсылман деп айтамыз. Кім? Ла иляха иллаллах Мұхаммад Расулullah деді болды. Ол біздің бауырымыз, мұсылман бауырымыз. Ол бауырымыз намаз оқиды ма, оқымайды ма, ораза ұстайды ма, ұстамайды ма, ода шаруамыз болмайды. Алланың алдында біздің ақымыз енді басталады оның алдында. Бір-біріміздің алдымыздағы ақымыз басталады. Осы ақылардың біріншісі өзіңе жақсы көрген нәрсені жақсы көру мұсылман бауырыңа, және өзіңе жек көрген нәрсені, яғни өзіңе ұнамаған нәрсені бауырыңа не істеу керек онда? Оған да сол нәрсені жек көру керек. Мына телефон алайын деп жатқан кезде айыбын көріп қалдым. Екінші біреу келді, қандай екен десе, ой, мықты екен, аласың ба, зор екен деп оған теуіп жіберуге болмайды. Себебі сен өзің айыбын көріп тұрсың ғой, саған ұнамай жатыр. Өзіңе ұнамаған нәрсені бауырыңа да соны тілеу керек. Бауырым, білмеймін, маған ұнап тұрған жоқ мына нәрсе. Енді көріңіз енді өзіңіз. Бірақ маған ұнамай жатқан себептер осындай мен байқадым бұда. Немесе жақсы көріп тұрсыңыз, жақсы көріп тұрсыз. Жақсы көргенді не істемеуіміз керек, бір-бірімізге де жақсы көруіміз керек. Оны жамандап, ол кетіп қалған соң өзім алып алайын сол нәрсені деп болмайды ондай нәрсе. Бұл жайында пайғамбарымыз саллаллаху хадисін келтіреді. Мәсәл муъмин фи тавадихим ва тарахимихим камисл жасадил вахид. Момындар бір-біріне бауыр ретінде, бір-бірімен мейірімділік ретінде, бұлар бір адамның денесі секілді дейді. Иза иштака минху адун тадалаху сайруху билхума ва сахр. Егер сол дененің бір мүшесі ауыратын болса, ол таң атқанға шейін ұйықтамайды дене. Тісің ауыратын болса ұйықтайсың ба? Көзің айтпайды ғой, маған қатысы жоқ, тіс енді ауыра бер, айып етпе енді, мен шаршадым бүгін деп жатып ұйықтамайды, аяғың жатып ұйықтамайды, көзің ұйықтамайды. Расулалла соны айтып жатыр. Адамның денесі секілді дейді. Тісің ауырса, бүткіл денең таң атқанша ұйықтамайсың. Тісім ауырып жатыр, құлағым ауырып жатыр. Аяққа не қатысы бар оның, көзге не қатысы бар деп айтылмайды ғой, Сол секілді мұсылман бауырлар бір-біріне осындай болады деді. Бір бауырың ауырып тұр ма, қосылып ауыру керек оған. Бір бауырыңның басына қиыншылық келді ма, сен оған қиыншылығын бөлісу керек. Қазақта не деп айтады? Қуанышты бөліссең не істейді? Көбейеді дейді. Қайғыны бөліссең азаяды дейді. Әрқайсымыз барып көңілін аулап, оны азайту керек қайғыны. Менің қатысым жоқ қой енді, қарасын енді деп кетіп қалмауымыз керек екен. Демек, бір-біріміздің алдымыздағы ақымыз не екен ол? Мұсылман адам өзіне жақсы көрген нәрсені басқаға да жақсы көру керек. Өзіне жақсы көрмеген нәрсені де не істемеу керек? Өзінің бауырына да оны жақсы көрмеу керек. Себебі біз не? Бәріміз бауырымыз бір-бірімізге. Құран кәрімде Алла тағала дейді: "Иннамал муъминуна ихва." Расында момындар бір-біріне бауырсыңдар дейді. Біз бәріміз бір-бірімізге бауырмыз. Қай жағынан бауырмыз?
адам жағынан бауырымыз, одан қала берсе, одан да үлкен біз имандылық жағынан бауырымыз. Мұсылман бауырыңмен және мұсылман емес адам екеуінің ақысы екі түрлі болады. Бұл жерде мұсылмандардың арасында кетіп жатқан ақылар. Бұл бірінші ақымыз екен. Екінші ақымыз, бір-біріміздің ортамыздағы екінші ақы, ла юзи ахада минал муслимина би фи'л ва ла қаул. Сөзіңмен де, іс-әрекетіңмен де мұсылман бауырына зиян жеткізбеу, бұл біздің ақымыз екен. Не сөзбен біреуді ренжітпейсің, немесе іс-әрекетіңмен, күшің бар екен деп біреуге күш көрсете беруге болмайды ғой. Екінші жақтағы бауырыңды қарасаң, өзің бауырың болып шығады сол. Ондай болмайды. Момын адам екінші момын бауырына не істемеу керек екен? Сөзбен немесе іс-әрекетпен оған зиян жеткізбеу, бұл ақымыз екен. Ақысы. Ақысы деген сөздің мағынасы не? Міндет. Істеуің міндет, істемесең жауап бересің. Неге? Себебі ол мұсылман бауырың басқа мұсылман еместердің алдында оның дәрежесі жоғары оның. Мына ғалымдар айтады, бір мұсылман адамның абыройы төгілейін деп тұр, немесе Меккеде Кағба бар ғой, Кағба. Жаңа құбылаға қарап намаз оқыдық қой Меккеге қарай. Немесе Кағбаны бұзамыз дейді. Мұсылман абыройы төгілсін ба, жоқ Кағба бұзылсын ба деген осындай қойылса, бір ауыздан келіскен Кағбаны құртамыз деген. Мұсылманды сақтап қалу керек деген де, бір ауыздан. Мұсылманның абыройы ол жоғары тұрады барлық нәрседен. Барлық нәрсе осы адам баласы үшін. Оның ішінде не дейді? Ол осы мұсылмандар үшін. Мына арайлап күннің шығуы, арайлап күннің батуы, қиямет әлі созылып болмай жатқанның бәрі осы мұсылмандардың құрметіне созылып жатыр дейді. Егер жер бетінде Алла дейтін адамдар қалмай қалса, қазір қиямет басталады. Қияметтің белгілері бар. Үлкен белгілер, кіші белгілер. Кіші белгілердің біреуі ғана қазір табылмай тұр. 99 кіші белгісі бар екен, соның 98-і табылып тұр қазір. Қазіргі таңда біреу ғана табылмай жатыр. Ол біреуіне 99-сы жер бетінде Алла дейтін адамдар қалмай қалады. Сол кезде үлкен белгілер басталады. Үлкен белгілер жайында ғалымдар түрлі көзқарас айтады, бірақ барлығы сол жақын шеңбердің ішінде болады. Мысалы, бір ғалым айтады, үлкен қиямет белгілері бір күннің ішінде басталып бітіп кетеді бәрі дейді. Таңғы уақытта үлкен біреуі көрінеді, түскі уақытта екіншісі көрінеді, асырдың уақытында үшіншісі көрінеді, ақшамда төртіншісі, құптанда қиямет дейді. Екінші бір ғалымдар айтады, жоқ бауырым, бір күн уақыт кетпейді оған дейді, бір-ақ сағат кетеді дейді. Бір сағаттың әуелгі уақытында дәжжал шығады, 15 минуттан кейін Иса пайғамбар түсіп өлтіреді оны, одан кейін деп бір сағаттың соңында қиямет басталды деп. Яғни пайғамбар хадисі бар, қияметтің үлкен белгілері біреу көрінсе, артынша бәрі көрініп кете береді деген. Оны мынандай қылып келтіреді, өзенде су, мысалы үлкен өзен, су жоқ еді, сөйтіп суды жіберді. Басы көрініп келе жатыр. Басы көрінген соң арты бір-біріне ілесіп келе бермей ма? Сол сияқты қияметтің белгілерін осындай түсіндіреді. Демек, бұл бауырымыз, мұсылман бауырымыз өте, оның беделі жоғары екен. Осы мұсылмандардың құрметіне осы өмір әлі жалғасып жатыр. Осы өмір жалғасып тұра береді. Егер жер бетінде Алла жалғыз, ол туылмаған, оның теңдесі жоқ деп Ықылас сүресін оқып жүре беретін адамдар болса, иншалла тұра береді осылай. Қашан сондай адамдар қалмай қалады, қиямет басталады. Сол үшін мұсылман бауырымыздың бір-біріміздің алдында ақымыз бар екен, біз оны естеуіміз керек, құрметтеуіміз керек. Қазір ортамызда бір сұрақ қою мүмкін, ортамызда ең абзалы кім? Бұндай пайғамбар саллаллаху алейхи қойылды осындай сұрақ. Сол кезде Расулullah афдалул муслимин мән салимал муслимун мин лисаниhi ва ядиhi деп жауап берді. Ең озат, араларындағы ең мықты жігіт кім екенін білетін білгілеріңіз келсе, екінші мұсылмандар оның қолынан, іс-әрекетінен зиянға ұшырамайтын адам деп жауап берді. Сол адамды нағыз мұсылман, момын деп айтамыз еді. Бұл Расулуллахның сөзі. Демек ол жаңағыда тренажерға барып күші көп, қатты жүгіретіндер, тағы басқа деп айтқан ондай емес. Құранды көп жаттағандар деп айтқаны жоқ. Тағы басқа деп айтқаны жоқ. Екінші бір сұрақ қойды. Пайғамбар өзі сұрақ қойды. Тадруна мал муслим, мұсылман кім екенін білесіздер ме деді. Сахабалардан сұрап жатыр. Сахабалардан сұрағаны бізден сұрағаны. Кейде сондай айтады, ол сахабаларына айтқан ғой дейді. Жоқ, пайғамбарымыздың сахабаларына айтқаны, ол қияметке дейін үмметіне айтқан сөзі ол. Бәрімізге қатысты. Себебі Расулullah саллаллаху алейхи ва саллям соңғы құтпасында сахабаларына 3 мәрте айтты.
мен сендерге дінді жеткіздім ба деді. Я Расул, жеткіздіңіз деді. 3 мәрте қайталады. Сахабалар да 3 мәрте жауап берді. Я Расул, жеткіздіңіз деді. Енді сендерге осы аманат болды, кейінгі мені көрмесе де кейінгі келетін үмметіме жеткізіңдер деді. Менің айтқан сөздерім деді. Иә? Міне Расулаллах саллаллаху алейхи бәрімізден сұрап жатыр, мұсылман кім екенін білесіңдер ме деді. Сөзі сахабалар жауап берді, Аллаху ва расулуху алам. Алла және оның пайғамбары біледі деп жауап берді. Қазір бізден бірдеңе сұрасам, не бір мұштахидтеп көріп жатыр мен. Ойымен кәдімгідей айтып тастап жатыр. Жоқ, бауырлар, өйтіп айтпауымыз керек. Қазір мешітте бір сұрақ болып қалса, бірден имам біледі. Жүріңізде имамнан сұрайық деп бәріміз бірауыздан айтуымыз керек. Осы жердің имамдары білікті имамдар, ұстаз көрген адамдар. Олар көз майларын медреседе оқып, ұстаздың алдында өткізген адамдар. Сол үшін осы жерге не болып келді? Ұстаз болып келді. Қазір тұрасыз, қазір айтып беремін деп, бірден интернетті ашып, Google-ға кетіп қалмау керек. Құдай біледі, Google-ның артында кім жауап беріп жатыр саған? Сол үшін пайғамбарымыз не деп айтқан? Әл-илм бит-талаққи деп айтқан. Білім ұстаздың алдына келіп, көзбе-көз, ауызбе-ауыз алынады деген Расулалла. Сахабалар жауап берген секілді, біз де осылай жауап беруіміз керек. Егер ондай емес болып, дұрыс емес жауап беріп қойсаңызшы, онда ақыретте жауап береміз. Себебі дін ол әркім айта беретін ол бір сөз емес ол. Сенің айтып жатқан сөзің ол пайғамбар сөйтіп айтқан болу керек. Сенің айтып жатқан сөзің Алла сөйтіп айтқан болу керек. Ондай емес болатын болса, онда өзіңді адасасың, басқаларды адастырасың деп Расулалла ескертті біздерді. Алла және оның пайғамбары біледі деп қайтадан Расулалланың өзінен сұрақ қойды. Кім я Расулалла олар деп. Сөзде пайғамбарымыз айтты: "Ал-муслим ман салимал муслимуна мин лисаниhi ва ядиhi." Біліңіздер, мұсылман деген екінші мұсылмандар оның қолынан, тілінен аман болатын адамдар. Яғни зиянға ұшырамайтын адамдарды мұсылман деп айтамыз деді. Мұсылман екен міне. Пайғамбарымыз айтқан жоға, мұсылман болу үшін намаз оқыған болу керек ол. Ол 2 мәрте қажылыққа барған болу керек. Өткен жылдағы ораза ұстау керек. Жоқ, ондай айтқан жоқ. Қазір бір бауырларымыз мұсылман кім десең, намаз оқи ма дейді. Білмеймін, оқымайтын шығар десең, ал мұсылман емес қой дейді. Пайғамбар айтқан жоқ, мына жерде намаз оқиды ма деп айтқан жоқ. Мұсылман кім дегенде не деп жауап берді? Тілімен, іс-әрекетімен екінші адамға зиян бермейтін адамды мұсылман деп айтамыз. Я Расулалла, момын деген кім деді? Мұсылман түсінікті болды. Мұсылман, момын деп айтамыз ғой. Хадисте келеді, Құранда келеді, момындар, мұсылмандар болып. Момын деген кім? Мұсылманды түсінікті болды. Момын кім деген еді? Мән әмәнәхул муъминуна аля анфусихим амвалихим. Малдарымен, жандарымен аманда қалған адамдарды, соны амандықты сыйлаған адамдарды момын деп айтамыз дейді. Мысалға айтатын болса, мына жерде келе жатқан кезде қалтаңыздан бір затыңыз түсіп қалды. Көшеде түсіп қалды немесе. Ойымда жақсы болды ғой деп соны алып кетіп қалған адам, ол момын емес ол. Момын болу үшін сен өзіңнің дүниеңді қорғағандай басқалардың дүниесін сондай қорғап жүреді момын адам. Анау түсіп қалса арқасынан таксимен жалдап болса да қуып жетеді соған. Аға айып етпеңіз, мынау түсіп қалды жаңа, байқамай қалдыңыз ғой деп беріп кетеді қолына. Сол адамды момын деп айтамыз дейді. 3 мәрте кімдікі деп қалтаңа салып кетіп қалмай мына жаққа қарап, ол бауырымыз мұсылман, бірақ момын емес ол. Мұсылман бірақ. Мұсылман жаңа айтылды, кәлима айтып тұрған адам ғой енді. Алла жалғыз, пайғамбар хақ деген адам ол мұсылман болады, бірақ момын емес. Момын болу үшін жаңағыдай дәрежеге жету керек екен. Адамдардың мал дүниесін жанында қастандық қылмастан, керісінше оларды қорғап жүретін адамды не дейді екен? Момын деп айтады. Міне біздің ата-бабаларымыз осы мұсылман момынның сипаттарын тарихты оқып отырсақ көреміз бауырлар. Сондай батыр халықпыз ғой енді. Сол батыр аталарымыз аңға шыққан кезде әрқайсысы өзінің жеке қараған басы үшін аң ауламайды екен. Сол батырлар үлкен жаңағыдай адал аңдарды аулап келген екен, ауылға келіп тастайды екен ортаға. Ас болсын жеңіңіздер дейді екен. Қазір әркім өзінің қараған басын ойлаған заман болды ғой. Бірақ біздің аталарымыз ондай болмаған. Біздің ата-бабаларымыз ауылды ойлайтын болған, елді ойлайтын болған, жерді ойлайтын болған. Міне сол себепті біздің ата-бабаларымызға көп дұға қылуымыз керек. Осы отырған әрқайсымыздың не өз жұртымызда, не нағашы жұртында, не елді, жерді қорған батырдың ұрпағы болып шығасың, болмаса осы дінді насихат еткен бір молданың ұрпағы болып шығасың. Не өз жұртында, не нағашы жұртында әйтеуір сондай бір адамдар бар.
Сол үшін біз текті халықпыз. Барынша ата бабаларымыздың жолын жалғастыруға тырысуымыз керек екен. Одан кейін сахабалар сұрады, «Фамал мухаджир». Я Расулалла, мұсылман деген түсінікті болды, момын деген де түсінікті болды. Мухаджирлер кім деді? Мухаджир деген, бір жерден екінші жерге көшкен адамды хижрет деп айтылады ғой. Мухаджир сахабалар бар, аңсар сахабалар бар. Меккеден Мединеге көшіп барған сахабалар болды да, ал аңсарлар оларға көмектескен сахабалар болды. Мухаджирлер кім я Расулалла деп сұраған кезде не деп айтты? Мән хаджира су ва истанабаху. Кім күнәдан қашса, соны мухаджир деп айтамыз деді. Ал мухаджир деген үлкен сауап болады ол нәрсе. Сонда мухаджир деген атаққа ие болу ол жай нәрсе емес. Я Расулалла, бір жерден екінші жерге көшіп барған мухаджир ма кім деп сұрап жатқан еді? Расулалла не деп айтты? Бір күнәні істейін деп тұрды да, Құдайдан қорқып сол күнәдан қашып кетті. Алла, сен көріп тұрсың ғой, мені кешір, мен істемеймін оны деді. Сол күнәдан қашатын болса, сол адамды мухаджир деп айтамыз, және сол мухаджирдің сауабына лайықты сол болады. Құран кәрімде Алла айтқан, мухаджирлер мен аңсарларға Алла разы болды деген аят бар. Міне мухаджир болуға иншалла бәрімізге осындай мүмкіншіліктер бар екен. Қазір елді жиі тастап, басқа өлкелерге соғысқа кетіп ол мухаджир емес олар. Құдай сақтасын, ол фитнаға бару ол. Мына жерде Пайғамбар бүйтіп айтқан жоқ. Расулалла не деп айтты? Күнәні тәрк қылып, күнәдан қашатын болсаңдар, соны мухаджир деп айтамыз деді. Мужахид радиаллаху анху айтады, тозаққа кірген кезде адамдар Құдай сақтасын, мына еттері, терлері күйіп болғаннан кейін барып, сүйектері сықырлап тұрып күйеді дейді адамдардың. Сол кезде сұрайды екен, бұлар кім деген кезде, олар айтады, момындарға зиян жеткізген адамдар еді ғой деп жауап береді дейді. Мұсылман момынға зиян бергеннің ақыбеті сонымен бітеді екен. Момын адамдарға зиян беру ол жақсы нәрсе емес. Мұсылман момындарға зиян беру ол мүшриктердің сипаты сондай болған. Сол үшін мұсылман момын адам жаңа айтылғандай біреуге зиян бермейді. Керісінше бауырым мен ортамызда ақымыз ғой деп оны қорғау керек. Және мұсылман адамға демек зиян жеткізбейтін адам сонымен бірге олардың жолдарында тазалап жүреді дейді. Мысал айтатын болсақ, көшеде келе жатсың, көшеде бір зиян нәрсені алып тастау, бұл садақаның ең төменгі деп айтқан ғой Расулалла. Садақаның ең үлкен ла иляха иллаллах болатын болса, ең төменгі не деп айтты? Кедергіні алып тастау. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Лақад раайту ражулан ятақаллабу фил жанна фи шажаратин қатаъаха ан зухрил тариқ канат ту'зил муслимин." Мен бір адамды көрдім дейді. Ол адам тозаққа лайықты адам еді негізінде, бірақ соның тозаққа баратын үкімі ауысып кетті дейді. Жәннатқа лайық болып кетті сол адам дейді. Не себепті деп қарасам дейді, ол адам көшеде бір тал сынып құлап жатқан еді дейді. Мына мұсылмандарға зиян беретін нәрсе екен ғой деп, соны еңбек қылып шауып, соның бәрін тазалап жол ашып тастады дейді. Сол мұсылмандардың амандығын, зиянын ойлаған адам Алла Тағала оны не істеді дейді, тозақтағы орнын жәннатқа айырбастап берді дейді. Құрметті бауырлар, білмейміз қайсы амалымызбен ертең Алланың рахматына кететінді ешкім айта алмайды. Егер 5 уақыт намазымен, оразамен, қажылықпен, зекетпен жәннатқа кірем десең қателесесің. Оны Пайғамбар айтты. Ешкім амалымен кіре алмайды деді. Айша анамыз: "Я Расулалла, сізді кіре алмайсыз ба?" дегенде, "Мен де кіре алмаймын" деді. Біз қалай кіреміз деді. Біз Алланың рахматымен кіреміз. Алла субхана ва тағала қайсы амалыңды жақсы көретінін білмейміз ғой. Біздің алдымыздан талды, жолдағы бір нәрсені алып тастау жай деп ойлап тұрған шығарсың, бірақ Алланың алдында үлкен болып шықты. Алла субхана ва тағала сенің неңді өзгертіп жіберді. Тозаққа лайық адам еді дейді. Бірақ ол жәннатқа не болды? Лайық болып шешілді. Үкім беретін Алла Тағала ғой. Сол үшін хадисте келеді, бір адам шөлдеп, шөл далада келе жатып, құдыққа тап болды дейді. Құдыққа сол еңбек қылып төменге түсіп, ақырындап суын ішіп көтерілсе, бір ит тілі салақтап құдықтың басында тұр. Мынау итті Алланың жаратқан бір жаратылысы ғой бұл. Деп қайтадан еңбек қылып төменге түсіп, аяқ киіммен болса да су алып шығып, итті сусындырып тұр дейді. Алла Тағала оны істетті дейді, жәннатқа кетсін дейді сол адам дейді. Сол еңбегіне Алла разы болды. Итке жаны ашқан үшін. Одан екінші бір әйел айтады, бір мысықты бөлмеге қамап қойды дейді. Мысық сол бөлменің ішінде аштан өліп қалды дейді. Тіпті есікті ашып қоймаған еді дейді. Есікті ашып қойғанда мысық өзінің ризығын тауып жейтін еді ғой дейді.
Алла субханала ва тағала сол мысыққа қатыгездік жасағаны үшін ол әйелді тозаққа кіргізеді деді деген осындай хадистер бар. Егер мұсылман адамға зиян беретін болса, онда не болады? Алла Тағала ондай мұсылман адамға зиян бергенде жаман көреді деді. Өткені бір бауырым айтады, бір өлкеге бардым дейді, намазда тұрсам, бір бауырым аяғымды басып тұр дейді. Аяғымды басып тұр дейді. Аяғымды ақырындап тартам, қайтадан келіп аяғымды басады дейді. Намазда тұрмыз дейді, имамның артында. Сонымен бірінші ракағатта мен қашумен болдым, ол мені қуумен болды дейді. Аяғым тартып алам, қуып жеткілетті басады. Қашам, басады. Екінші ракағатта сол аяғы жетпей қалсын деп, екі аяғымды қосып алдым дейді былай. Иығымды кердім дейді да былай. Ана жақындай емесін деп. Сол аяғым бит-бит көрді, аяғыма жете алмай қалды дейді. Рукуққа барған кезде еңкейіп тұрғанымда жаңағы бауырым аяғымды ұстады да күшпен әкеліп аяғына қосып қойды дейді былай. Намазда тұрмыз дейді. Жаңа бауырым айтады дейді, ана жерде ашу басыма келді дейді ана жерде. Бірақ өзім ұстадым дейді. Аллаға шүкір, имамның артында тұр, мен намазда тұрмын ғой деп, өзімді ұстадым дейді. Міне, сабырлық деген сол. Адам ашу келген кезде ұстау. Бауырлар, айтқымыз келгені, біз бір-бірімізге зиян бермейік олай. Намазға келген кезде біреудің аяғын тұрлау үшін келмейік, біреудің аяғын басып тұру үшін келмейік бұл жерге. Таза намаз оқу үшін келу керек мешітке. Мешіттен кіргеннен бастап біз бұл әлемнен шығып кетуіміз керек. Біреу саған сәлем беріп бастады, оны ал, бірақ танымай кетуің керек сен. Неге? Сен мешітке келдің ғой сен, намазға келдің. Сахабалар намазға келген кезде бір-бірін танымай қалады екен. Қашан мешіттен шыққан кейін барып, сен қалың қалай бауырым деп. Неге? Олар намазға келген кезде бұл әлемнен шығып кететінбіз дейді. Сахабалар айтады. Біз керісінше мешітке танысуға келетін секілдіміз бір-бірімізбен. Мынау кім екен, намазда тұрған кезде аяғын басып көріп, мынау кім екен деген сияқты. Бауырлар ондай болмайды. Мұсылман адам не істемеу керек, зиян жеткізбеу керек. Демек, бірінші ақымыз не екен? Өзіңе қалағанды басқа бір мұсылманға қалау. Екіншісі, мұсылманға зиян жеткізбеу. Енді ойламаңыздар, біз мұсылман деген кезде бір айдаладағы бір анау Африкада жүрген бір мұсылман бауырым айтып жатқан жоқпыз. Мұсылман бауырым осы жерде жүр. Көршің де бар, сенің туған ағаң бар, туған әпкең бар, әкең бар, шешең бар, оның бәрі мұсылмандар. Бәрі соның ішінде тұр. Олар ешқайсына зиян бермеу керек. Әкең сөйлеп жатқан кезде, әке қойсаңшы деп оны зиян беріп, оны ренжітпеу керек. Харам болады исламда ол. Яғни түсінікті ғой, мұсылман дегенде оның ішінде бәрі тұр. Сен әке-шешеңді, бауырларыңды, көршілеріңді, жұмыстағы әріптестеріңді, мешіттегі жамағат оның ішінде тұр, бәрі соның ішінде. Бұл жерден мұсылман дегенде бір арабтар ойлап отырмайық деп жатқаным ғой. Ана жақта бір Түркияға барғанда бір түріктерді ойлап отырмайық, ана жаққа барғанда зиян бермеу керек екен ғой, қажылыққа барғанда ойлап қалмаңыздар деп жатырмын. Міне отырған бәріміз мұсылман балаларымыз, альхамдулилля, осы нәрселерді бойымызға сіңдіруіміз керек. Үшіншісі, аятавада алей кулли муслим ва ла ятакаббар алейхи фа инналлаха ла юхиббу кулли мухталин фахур. Үшінші ақымыз, бір-біріміздің алдымыздағы ақымыз өте кішіпейіл болып жүру. Такаппарланбау. Өйткені Алла Тағала такаппар болғандар жаман көреді дейді. Қанша мықты болсаң да, қанша басқа бір тіреп тұрған жерің болса да, сенде кішіпейіл бол. Адамзаттың асыл тәжі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не болған еді? Кішіпейіл болған. Осы кішіпейілдікпен не болады? Сен Аллаға рахматына кетесің. Ал мутакаббир деген Алланың сипаты, такаппар Алланың сипаты ол. Кім Алланың сипатымен сипатталам дейтін болса, ол соңы жамандықпен бітеді. Иблис те күнә істеді, адам пайғамбар да күнә істеді. Адам пайғамбар жеме деген жемісті жеп қойды ғой жаннатта. Иблис те күнә істеді. Оның күнәсі қалай болды? Адамға сәжде қылдаған дегенде ол сәжде қылмаймын деді. Екеуі де күнә істеді. Бірақ Алла Тағала адам пайғамбардың тәубасын қабыл етті. Кімдікін? Иблистікін қабыл етпеді. Неге? Себебі адам пайғамбар ол кішіпейіл болып, өзінің істеген қылмысын мойындап тәуба етті. Ораза ұстады ол. Ал Иблис ше? Иблис сол такаппарлаған күйінде тұра берді. Иблис, сен адамға сәжде қылуыңа не кедергі болды деп Алла Тағала аятта ескертеді. Ол не деп жауап берді? Мен оттан жаралған болсам, ол топырақтан, от топырақтан күшті емес па? От топыраққа қалай сәжде қылсын деп, сол өзінің такаппарлығын айтып тұра берді. Сол себепті Алла Тағаланың рахматынан бөлініп кетті. Шайтанда үміт жоқ, ол Иблисте. Демек, кім шайтанның
иблистің сипатымен сипатталатын болса, оның соңы жақсылықпен бітпейді. Мұсылмандық ақымыз керісінше не екен? Бір-бірімізге кішіпейіл болу. Қанша денсаулығың болса да, қанша дүниең болса да, қанша мансабың болса да, оның бәрін кім берді саған? Алла берді. Альхамдулилля деп кішіпейіл болатын болсаң, ол не істемейді? Ол сені жаманшылыққа алып бармайды. Ұстаздарымыз айтатын, сендер білім алған сайын байқаңдар, білім арқылы адамға тәкаппарлық кіреді екен. Мына отқандардың бәрі ертең ойлап қалмаңдар дейді. Ой, бұлардың алдында Құдайға шүкір ғой, біз оқыдық қой кішкене. Осыны ойлайтын болсаң да Құдай ұрды сендер дейді, деп айтатын бізге. Керісінше осы отырғандардың ішіндегі ең сауатсыз деп өзің есептейтін бізге. Қайдан білесің сен? Мыналардың іштерінде не бір тақуалар бар. Сен сияқты ондай кітап оқымаса да, Алланың берген осындай аманаттарын шамасы келгенше орындап жатыр олар. Деп ұстаздарымыз айтатын. Сендер білім алған сайын, тақуалыққа жеткен сайын бәрімізге қатысты әңгіме, мынау тал секілді болыңдар деп айтатын. Тал жеміс салған сайын иіледі екен төмен қарай. Бір талдар жеміс салған көп соншалықты шағы сынып құлайды дейді. Сынады шақтар. Сол секілді бізге айтатын, иіліңдер бастарың омен түсіп қалмайды. Мына бидайды басында дән салған кезде иіледі екен ғой төмен қарап. Басында дәні жоқ, өсімдік жоғарыға өседі дейді. Ал бидай былай болады дейді. Соны ғалымдар келтіреді, ол бидай сенің басында білімің ол дейді. Ал анау тіке өсіп бара жатқан ол білімі жоқ адамдар дейді. Деп осындай өсімдікке теңейтін адамдар бар. Иншалла білім алуымыз керек екен, сол кезде біз кішіпейіл болудың жолын үйренеміз. Кейде өзімізді барынша тақуалық қылуға тырысамыз әрине, бірақ Алланың берген мінезін оны орнымен пайдаланды дейді, ғалымдар айтады. Біздің ислам шариғатымызда, асыл дінімізде ең жаман адам мінезі жоқ адам. Ашуланамайды. Қаракөз қыздарымызды біреу анерден алып кетіп бара жатса да, деп күліп қарап тұра береді. Ана сен қарындасың емес пе? Иә дейді, үндемей тұра береді. Тағы басқа бірдеңе болып жатса да ашуланамайды, ашу келмейді. Демек, ондай адамдар біздің асыл дінімізде ең жаман адам сол. Ашу жоқ адам, мінезі жоқ адам. Одан да жаман адам бар, ашуы келген кезде өзін ұстай алмайтын адамдар бар. Қирататын қиратып, сындыратын сындырып, әйелінің көзін көгертіп, үш талағын беріп, таксиға салып жібереді, артынан барып отырады, сосын ойланып, не болды өзі дейді. Бұлар да ең жаман адамдар. Нағыз жақсы адам, ол мінезі бар адам деген. Демек, жаңа айтылғандай кішіпейіл деген болу керек екен, бірақ ол мұсылманның өзінің деңгейінде болу керек. Кішіпейіліктің өзінің жолдары бар. Өтірік тақуалықтың керегі жоқ. Қара көздеріміз мына жақта қорғайтын ешкім болмастан өтірік тақуа болып тұрудың керегі жоқ. Керек жерде барып кішіпейілікпен, бірақ орнымен қара көздерімізді қорғауымыз керек. Біз елімізді қорғауымыз керек, жерімізді қорғауымыз керек, мешіттің тәртібін қорғап жүруіміз керек. Міне еліміз, жеріміз. Сол адамды кішіпейіл деп айтылады. Себебі бұл кішіпейіл болу пайғамбарымыз саллаллаху сипатынан болған. Кәне Расулуллах ятавада ли кулли муслим. Пайғамбарымыз саллаллаху әрбір мұсылман адамдарға кішіпейіл мәміледе болды. Вала янафу вала ятакаббар аямши фил армалати вал мискин фаяхти хажатаху. Пайғамбарымыз саллаллаху бойында ешқашан біреуге тәкаппарлану ондай мінез болмаған Расулаллахда. Және жерде даңдайысып, жерді басып жүрмеген Расулаллах. Әрбір мұқтаж жан адамдардың Расулаллах жанынан табылатын еді. Осы сипат кімнің бойында болса, кішіпейіл деген адам сол екен. Өтірік тақуа болып отырып керек емес. Кішіпейіл деп айтқан не деп жатыр? Мұсылмандарға көмектесетін адам екен, мұқтаж адамдардың жанынан табылатын адам екен, сол адамды кішіпейіл деп айтамыз дейді. Яғни қоғамға пайдасы тиетін адам ол. Сол адам кішіпейіл адам. Ғалымдар айтады, мынау адамдар көп жиналатын жерлерге келген кезде осы жерде тыныштық сақтау әрқайсымызға уәжіп міндет болады дейді. Бір жерде кішкене бір тынышсыздық болып жатқан болса, қолымыздан келгенше бар бауырым қоя салшы айналайын. Мына мешіттеріміз ғой біз, қойсайшы деп орындату керек дейді. Неге? Себебі Пайғамбар айтқан, мынау фитна деген бір ұйықтап жатқан мақұлық деген ол. Оны оятпаңдар дейді. Кім сол фитнаны оятатын болса, Алланың лағнеті болсын соған дейді. Демек, біреуге зиян беру арқылы сонда фитнаға ұласып, оның соңы жаңағыдай қақтығыс қалып келетін болса, оның басында сен тұрсың. Жауап бересің. Әрі фитнаға қалың бар, әрі мұсылмандық ақыңды өтемегендіктен.
Төртіншісі, ла ясмау балағатын нас ба'дукум аля ба'д. Ва ла яблугу ба'дукум ма ясмау мин ба'д. Төртіншісі, біз бір-біріміздің сыртымыздан балағаттамауымыз керек екен. Балағат сөз тасымау, осы нәрсені сақтандырып жүру, ол біз бір-біріміздің ақымыз екен. Мына бауырымызды қанша айыбын көріп тұрған болсам да, мен оны балағаттамауым керек. Неге? Екеуміз ортамызда ақымыз ол себеп. Мен бұл бауырымды ғайбат сөйлемем керек. Бір адамның сыртынан сөйлейтін болсаңыз, не ол ғайбат болады деген, немесе тухмат болады деген. Ғайбат деген бұл бауырымның бойында шынымен сондай бар. Шынымен сондай адам. Егер ондай емес болып шығатын болса, ол тухмат болады онда. Тухмат деген жала жабу. Екеуі де жақсылыққа алып бармайды. Ғайбатшыларды Алла Тағала не дейді? Өзіңнің бауырыңның етін жей аласың ба дейді. Бір жерге ет жеуге бардың, сол кезде айтса да, бауырыңның етінен шашлық жасап беремін дейсің ба дейді. Жей аласың ба бауырыңның етін? Жей алмайсың ғой. Онда ғайбат сөйлеме дейді. Демек ақымыз екен, бір-бірімізді не істемеуіміз керек? Ғайбат сөйлемеу керек. Ойбай, имамдар тыңдамаңдар, ұстаздар тыңдамаңдар деп ғайбат сөйлемесін. Кезінде бетке айтсын. Қазір естіп жатырмыз ғой. Имамдар тыңдамаңдар, ұстаздар тыңдамаңдар дейді. Ойбай, онда кімді тыңдайық онда? Сен тыңдайық па? Кім тыңдаймыз онда? Мына дінді кімнен үйренеміз? Дұрыс па? Михраб деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның орны, имам тұратын жер. Екінші минбар деген жоғарыда, құтпа оқылатын жер. Осы екі жердің біреуінде уағыз айтылады. Осы екі жерді өте ұлы жер. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның орны, екеуі де. Имамдардың киіп тұрған шапандары, ол Расулланың шапаны. Басындағы тақия сәлдесі, ол Расулланың тақиясымен сәлдеседі. Пайғамбарымыз саллаллаху киім киіп тұрған адам, Расулланың мүбәрак жерінде тұрған адам, халыққа не айтады ол адам? Саясат айтпайтын шығар ол жерден. Саясат айтпайды. Не айтады ол жерде? Ол Құран айтады, ол хадис айтады. Пайғамбардан осы нәрсені. Енді сөйлеп тұрған адамдарды не деп жатыр? Тыңдама дейді. Тыңдасаң не болады? Жүрегіңе күмән салады дейді. Мен өткенде сол бауырларымыздың біреуімен кездестім. Ол айтады, сол бірінен қойып берді маған. Бір бауырымыз сол шет мемлекетте отырып алып, патуа жіберген, патуасын оқып берді. Патуа емес ол. Бірақ олардың алдында ол патуа шығар, білмеймін. Патуа деген муфти патуа береді. Соның маманы болу керек ол біріншіден. Сол патуа сымақ сөзін оқып берді, былай деп айтыпты ол жерде. Құрметті бауырлар, мұны Қазақстан халқы ахл сүнна уал жамаатқа жатады дейді. Ал имамдар ахл бидағатқа жатады дейді. Халық не үшін ахл сүннаға жатады? Себебі халыққа Құран, хадис айтсаң тоқтайды бұлар дейді. Имамдар не үшін ахл бидағатқа жатады? Оларға хадис, Құран айтсаң тоқтамайды дейді. Сол үшін сендер ахл сүннаға ақиқатты жеткізу үшін ахл бидағаттармен дос болыңдар деп отыр. Ой, молдеке, емеке де арқасын қағып қойды, қалыңыз қалай деп жұмыс істей беріңдер деп осындай патуа сымақ сөзін оқып берді. Енді осы сөзін айтқым келіп жатыр мына жерде, бауырлар, міне сіздер халықсыздар ғой иншалла, бәріміз халықпыз. Айтайын сіздерге, Құран, хадис түсінесіздер ме? Жаңа бауырым не деп айтты? Құран, хадис айтсаң бұлар тоқтайды деді. Ал тоқтаңыздар енді. Ал имамдар тоқтамайды деп жатыр. Құранды тек қана имамдар молда оқысын деген ондай қағида жоқ ешқандай. Құранды бәріміз оқуымыз керек. Әркім өзі оқу керек болса. Құран түсіну былай тұрсын, оқи алмай жатырмыз ғой бауырлар. Ол түсінеді деді, түсінгендіктен тоқтайды бұлар деді. Түсіну былай тұрсын, оқи алмай жатырмыз ғой Құран, субханалла. Мойындау керек, дұрыс па? Бірақ алхамдулилlah сауат ашу курсында мына бауырларымыз сабақ алып жатыр. Барынша Құранға өтейік бәріміз. Имамдар не үшін тоқтамай жатыр Құранға? Ол Құранға тоқтамай айтқан жоқ. Сенің сол Құранның аятын дұрыс емес аударғанымен келіспей жатыр имамдар. Құран Алланың сөзі ғой ол. Сен сол аятты дұрыс емес аударғандықтан соны тоқтамай жатыр. Мысалға айтатын болсақ, не дейді? Алла Тағала аспанда дейді. Мысалға, ойбай аспанда емес қой. Өткен бір өңірде болдым. Сол жерде осындай бауырларымызбен уағыз айтылып, соның арасында сол сенім мәселесін сұрақ қойып, соны талқылап айтып тұрсам, бір бауырым орнынан тұрды да, бауырым сонымен не айтқың келеді дейді, маған айтып жатыр. Құдай аспанда емес деп айтқың келіп тұрма дейді, маған айтады. Мен онсыз да ашық айтып тұрмын ғой, Құдай аспанда емес қой. Мен Құдайдың аспанда екеніне 5 дәлелім бар, қазір дәлелдеп беремін деді. Сонымен уағызымды тоқтаттым осылай, ал айтыңыз, бастаңыз дедім. Біріншіден,
Ол айтты, Құранда фиссама деп келген деді. Екіншіден, хадис бар деді. Үшіншіден, елбасы өткенде айтты. Құдайдан қорқыңдар, төбеде Құдай көріп тұр ғой деп айтты деді. Төртіншіден, бізде фитратта бар дейді. Фитрат деген адам табиғатында бар. Жаңағыдай бір проблема түсіп қалған кезде кішкентай жас балалардың өзі екі қолын қосып, аспанға қарап, Алла деп дұға қылады ғой дейді. Бесіншіден, ертең Дажжалды Иса пайғамбар өлтірген кезде Дажжалдың әскері мынау садақтың оқтарын аспанға қарап атады дейді. Бұлай атпайды дейді. Бұлай атады дейді, аспанға жоғары қарап дейді. Демек жоғарыда ғой дейді Құдай енді. Осы 5 дәлелім бар деді. Жақсы бауырмен, мен саған дәлел айтпай қояйын. Енді иншалла уағыздың бәрі сенің дәлеліңмен болсын енді дедім да. Енді соны талқылайық. Біріншіден сен айттың, фиссама деп айттың. Дұрыс, ондай аят бар. Сенің алдында қазір 2 жол пайда болды дедің. Сол екеуінің біреуі болып шығасың қазір. 14 тәпсірші ғалым бар, муфассир. Сол 14 тәпсірші ғалымның қайсының атынан сөйлеп тұрсың? Имам Құртуби сөйтіп айтты ма? Ибн Касир сөйтіп айтты ма? Кім айтты? Сен айтып жатқан аятты фиссама, яғни Құдай аспанда деп қай тәпсірші өзінің Құранында осыны айтты? Үндемей қал. Онда сен екінші вариант саған. Онда сен муштахид ғалымсың. Муштахид деген Құранды ашатты, аятты оқиды, сөзден мағынаны шығарып беріп, небір үкімдерді шығарып, кәдімгідей халыққа үкім шығарып береді. Адамды муштахид деп айтады. Али Жұма деген үлкен ғалым бар, Алла өмірін ұзақ етсін. Сол кісі бір дәрісінде айтқан еді. Құрметті бауырлар, қазіргі таңда муштахид ғалым жоқ деді. Ол кісі исламның атынан сөйлейтін 9 ғалымның бірі ол кісі. Әлемдегі үлкен форум өткен кезде сол Али Жұма барып сол жерге баяндама оқиды. Сол кісінің аузынан шыққан сөз айтып жатырмын. Арабтар олар не деп жатыр? Муштахид ғалым қазір 21 ғасырда жоқ деді. Бірақ сол Өскеменге барған кезде соларға айтып жатырмын да, бауырлар, мен сөйтсем Өскеменде жүрген муштахидтердің бәрі деймін да. Мен Али Жұманың құдаласы бір күн барсам айтайын деп жатырмын дедім да. Али Жұма, қателеспеңіз, біздің Қазақстанда Өскемен деген жер бар. Сол жерде муштахид ғалымдар бар екен. Оны сен дедім да. Мойындайсың ба дедім. Жоқ, муштахид емеспін деді. Онда кімсің сен онда? Қазір фиссама деген аятты түсініп жатқан болсаң, мен саған фил арт деген аят айтамын дедім. Құран кәрімде аят бар. Илахум фиссама ва илахум фил арт. Жерде деп жатыр ғой, тіке аударатын болсам. Сен аспанда деп жатсың, аяттың жалғасында жерде деп жатыр. Одан екінші бір бауырымыз көмекке келді ана жерден. Жоқ, брат, ол жерде ондай мағына емес деді. Ал сен айт, қандай мағына ол жерде? Ол жердегі фи деген сөз деді. Ішінде емес, аля, үстінде деген мағынамен аламыз деді. Ойбай, міне екінші муштахид келді деді. Бауырым айналайын, қай тілдің кітабын сөйлеп тұрсың сен? Қай кітапта айтты сол нәрсені? Фи деген бірінші тура мағынасында алынады. Ала алмаған жағдайда кейін екінші мағынаға біз кетеміз. Бұл жерде сенің айтып жатқан сөзіңді кім айтты? Қай кітаппен, қай ғалым атынан сөйлеп тұрсың? Ол айтады, мен айтып жатырмын да оған. Сонда не айтқың келіп отыр? Ол айтады, жер біте салысымен аспан басталып кетеді дейді бұлай. Бауырымыз екіншісі. Мен айтадым, төмен қарап, сонда мынау аспан ба дейді мынау? Аспан дейді. Жаман бәрі күл жерден жерде. Қойсай бауырым. Бізде аспан деп мынақты айтамыз біз. Мынау төмен жер мынау. Жоқ, біз сөйтіп қабылдауымыз керек. Қабылдайтын не кімсің сен? Сен біреу ғалым атынан сөйлесең, сен өзің, мен ешкім емеспін, сен де ешкім емессің. Деген үшінші бауырым көмекке келді. Ал сен айтын дедім. Ол бауырым тұрды, бауырым ауыз бірлікке уағыз айтып отыр. Мен ойлап қалып, бұл сұрақ қойып отыр екен ғой деп. Қазір сіз кетіп қалғаннан кейін дейді, бізді уахабистер деп жаман көріп қалатын болды ғой дейді. Бірдеңе деп сондай ауыз бірлікке уағыз айтып тұрды, бауырым тоқташы дедім. Сен Мұхаммад Абдул-Вахабты мойындайсың ба дедім. Шынымды айтшы. Ол шейх қой деді. Мен мойындамаймын дедім. Сол үшін сен уахабистсің ғой дедім да. Мен ханафистпін. Шафистер бар, маликистер бар, хамбалистер бар. Ұстаз деп мойындап тұрған адамдар солардың бәрі. Сол үшін Мұхаммад ибн Абдул-Вахабты сен мойындадың ба? Демесе соны шәкіртсің ғой онда. Оны ренжіп жатсың сен. Ұстаздың атын айтқан кезде қонбайсың ба керісінше? Сонымен дедім, бауырлар дедім, мен маман ретінде мен қанағаттанбаймын жауаптарыңа дедім. Мен қанағаттандырмадым. Бәрін қосылып жабылыңдар, мен қанағаттанбадым дедім. Егер шынымен сендер мені қанағаттандырғандарыңда жауаптарыңмен, мына жамағат тоқтамаса да мен тоқтайтын едім. Неге? Мен араб тілін түсініп тұрмын. Ертең Алланың алдында бәрін жауап береміз. Сол үшін бауырым, Құдай аспанда дегенін дәлелдей алмадыңдар. Ол болмайды дедім. Бірінші дәлелің өтпейді. Екінші дәлел. Не деп айтты? Хадис бар деді. Қандай хадис? Жария хадис алып келді. Ана күн қыздың хадисі бар ғой.
Құдай қай жақта деген кезде қолын көрсетті дейді. Біресе аташхадина, сен куәлік бересің бе деген кезде куәлік беремін деп сөйледі дейді. Үшінші риуаятта ол мылқау қыз болған, сөйлей алмаған деп бір адам жеткізеді, бірнеше версиясы келеді. Бауырым дедім, мына Абу Ханифа рахмахулланың басқа ғалымдардан ерекшелігі осы жерде. Ол кісі мынау ақида мәселесінде мутаватир ханы нені ұстанады. Сенімге байланысты бір сөз айтсаң, соны мутаватир хадис алып келеді деп айтады. Хабарлы ахад келсе алынбайды. Неге? Сенімге байланысты өте нәзік мәселе ол. Сен дедім, бауырым дедім, ұялмастан муташабих аятты муттариб хадиспен тәпсірлеп тұрсын деймін да, мына жерде ұялмастан. Ол керек болса әлсіз хадисте емес деймін да, ол әлсіз хадистің өзін ақидада істетілмейді. Мынау фиқта істетілмейді, шариғатта, бірақ фадаил амалдарда істетіледі ғой, әлсіз хадистің өзі. Мысалы, түнгі тахаж намазда 20 ракағат оқысаң намаз, осындай сауап беріледі, осынша күнәң кешіріледі, тағы осындай деген сөздер болса, кейін ол хадисті қарасақ әлсіз, даиф болып шықса да, ахлу сүнна уал жамағат біраздан келіскен, сол хадиске амал істей беруге рұқсат етеді. Істей бер, айта бер дейді. Фадаил амал ол. Яғни түнде 20 ракағат оқысаң, сен тек қана сауап боласың. Ешқандай күнә болмайды ол жерде. Бірақ соны айтқан сөз әлсіз жолмен келген болса да, ол істетіле береді. Бірақ ол намаз мәселесінде, яғни фиқ шариғатта істетілмейді. Ал ақидада мүлдем істетілмейді ол нәрсе. Бірақ сенің бауырым дедім, алып келген хадисің муттариб. Муттариб деген, яғни бір адамның айтқан сөзі өзіне соқтықсады. Сол үшін бір ауыздан келіскен ол муттариб хадис мүлдем ешнәрсеге істетілмейді. Не ақидаға алынбайды, не шариғатта істетілмейді ол, не фадаил амалдарда істетілмейді. Демек, бауырым дедім, сендердің алып келген екінші дәлелдеріңді мен қабылдамаймын оны. Құдай аспанда екеніне дәлелдей алмадыңдар дедім. Сен Құдай фиссама деген аятында өзің тәпсірін айта алмадың, одан екінші алып келіп жатқан хадисіңді мүлдем алынбайтын хадиспен дәлелдеп тұрсың сен. Ол алынбайды. Үшінші дәлел не деп айтты? Елбасының өзі төбеде Құдай көріп тұр деген сондай сөзі бар екен ол кісінің. Ол кісі айтқан, оны мен де айтамын. Оны мынау кісі айтады. Бәріміз қазақтар айтамыз ғой оны бізде. Қойсаңдаршы, төбеде Құдай көріп тұр ғой. Бәрі Құдайдың қолында деп айтамыз, дұрыс па? Бірдеңе болып жатса, Құдайдың қолында ғой деп айтамыз ғой. Құдайдың қолы деген сөз шыққан жоқ ол жерде. Бауырым, ол жерде біздегі қазақтағы сөз төбемде Құдай деген сөз сен ойлағандай емес. Сен ойлап тұрғандай емес. Оның ойлап тұрғаны Алланың екі қолы бар, екеуі де оң жағында, жүзі бар, балтыры бар. Төбеде бүйтіп қарап отырған жоқ біреу бізге қазір. Ондай емес. Бұл жерде мұрақиб мағынасында. Ол естуші, көруші, білуші бәрін бақылап тұр деген мағынада. Сол мағынада төбемде Құдай көріп тұр деп сөзін қазақ айтамыз. Мысалы, екі адам сөйлесіп жатыр жұмыс жайында. Сөйтіп біреу екіншісіне ескертеді. Бауырым, сен қатты сөйлеп жатсың, ертең бұл сөз жоғарыға кетіп қалып, осы күнімізге зар болып қоймай қойсайшы деп айтады, дұрыс па? Жоғарыға деген терминді қолданды. Сол кезде ана кісі жоғары қарап отыра алмайды, қашан не келе екен деп. Не айтты ол? Нені меңзеп тұр? Бастықты ойлап жатыр ғой, дұрыс па ол? Бірақ жоғарыға деген сөзді қолданды. Қабанбай қол жинап келе жатыр десе не түсінеміз? Әскер. Араларында көз бар десе не түсінеміз? Құлақтар бар десе. Түсінікті ғой. Астарлы сөйлеп отыр. Міне қазақ халқы біздің тілімізде осы жерде. Сөз басқаша болды, мағына басқа жаққа кетіп жатыр. Сондай нәрсе ғой оның бәрі. Сөз басқаша болды, мағына басқа нәрсе ғой ол. Сол үшін бауырым деді, ол нәрсені сен оны дәлел қылмай-ақ қой дедім. Екіншіден сен шынымен басшыға бойынсынатын болсаң, онда сен ханафи мазхабымен жүрген саған өсиет етемін дедім. Сол басшымыз бірнеше жерде айтты. Біз қазақ халқы Абу Ханифа мазхабында келе жатқан сүнниттік бағытты ұстанған халықпыз деп айтты. Сондаймыз шынымен. Біз ата бабамыздан келе жатқан жолымыз Абу Ханифа мазхабы және сүннит, ахлу сүнна уал жамағат жолында келе жатқан халықпыз біз. Оны басшыларымыз да айтып отыр, оны алдындағы ата бабаларымыз да соны айтты, қазір де соны айтып келе жатырмыз, біздің ұрпақтарымыз да иншалла соны айтып өтеді әлемнен. Ол жаңалық емес, бауырым. Сол үшін дедім, ол да өтпейді. Құдай аспанда екенін дәлелдей алмадыңдар, ол өтпейді ол нәрсе. Төртінші не айтты? Қолын жайып, көкке қарап, Алла, маған көмектес. Сөйле осындай жамағаттарға мен сұрадым, бауырым дедім, мен Алматыдан келдім, мен Өскеменді халық айналайын, аман болыңыздар. Сіздерде сондай бар ма дедім. Мына бауырым қазір айтты ғой сіздерге. Бізде сондай фитратта бар деп айтты. Фитрат деген адамның табиғатында бар нәрсе. Мысалы қазір бірдеңе нетсек, үрейленіп қорқып қалу бар ма? Аспан күркіреген кезде.
Онымен сен жаман адам болып қалған жоқсың. Сенің табиғатында бар сондай қорқыныш деген. Ол сенің қолыңдағы нәрсе емес. Фитрат деген адамның бойында, табиғатында бар нәрсені айтады. Ол не деп айтты? Төртінші дәлелі адамның фитратында бар деп айтты. Бір проблема болып қалса, қолын аспанға қарап тұрып, қолын жайып, дұға қылады деді. Мен айттым, мен өскемендіктер сіздер сөйтесіздер ме дедім. Халық айтты, жоқ, бізде ондай жоқ деді. Мына бауырым айтып тұр ғой сіздерге сондай деп. Жоқ, бауырым дедім, қара мына халық көз алдында айтып отырмын. Мүмкін сендер ғана сөйтетін шығарсыңдар. Бізде ешкім дұға қыламыз, дұрыс. Бірақ не? Аспанға қарап тұрып, Алла қайдасың? Көмектес маған, машинамды соғып алдым. Айтпайды ғой ешкім дейді. Дұрыс па? Қолың жайып, Алла өзің жеңілдігіңді бер. Алла деп дұғамызды қыла береміз. Керісінше кітаптарда келеді, аспанға қарап қол жайып дұға қылудан ғалымдар қайтарған. Көзің соқыр болып қалу қаупі бар. Олай істемеңдер деген. Себеп Құдай аспанда емес. Не? Уахуа маакум айнама кунтум деген аят бар. Сендер қайда болсаңдар, Алла сендермен бірге деп отыр ғой аятта. Пайғамбар не дейді? Алла Тағалаға ең жақын кездерің қай жерде деп айтты? Расулы бізге сәждені айтып отыр. Олар ана аспанда айтып отыр. Расулы бізге сәждені айтты. Бұл төртінші дәлелі болды. Бесінші дәлел не деп айтты? Дажжалды ертең өлтіргеннен кейін аспанға қарап садақ атады деді. Бауырым, не нәрсе ол? Хадис па не болды деймін де? Мен шын айтамын, бірінші мәрте естіп тұрмын дедім. Мұхаддис ғалымдардың алдында отырып, алхамдулилля, Алла Тағала айтыр, шамамыз келгенше бірнеше хадистер оқыдық дедім де. Бірақ сендердің айтып тұрған сөздеріңді бірінші мәрте естіп тұрмын, шын айтамын дедім. Мына Яжуж Мажужға байланысты риуаяттар бар еді, естігенбіз оны. Бірақ Дажжалды өлтіргеннен кейін Дажжалдың әскері бәрі жиналып алып аспанға садақ атады дегенді мен енді бірінші мәрте естідім дедім де, осы жерге келіп. Бұл не өз? Хадис па десем, бір-біріне қарап, вроде хадис дейді де. Вроде демейді. Нақты айтсаңдаршы, хадис па, хадис емес па? Хадис дейді, жақсы хадис. Мына Сахи Ситтаның 6 ғалымның қай кітабында келген ол? Сахи Ситта деп айтқан имам Бұхари, имам Муслим, имам Тирмизи, Ибн Бажи, Абу Дауд кете береді да. Сол 6 ғалымның жинақталған тобын Сахи Ситта деген атақ берілген. Яғни 6 ғалымның жинақталған хадистердің бәрі дұрыс жолмен жинақталған хадис топтамасы. Осы 6 ғалымның қай кітабында кімде келген? Муслимда келген деді. Қой, Муслимда келмеген. Муслимда именно ашық айтып, ол жерде ондай хадис жоқ. Тирмизиде келген дейді. Тирмизиде келмеген. Именно сол Тирмизиде мен шейхпен оқыдым, келмеген ол жерде. Онда қайда келген? Мен сенен сұрап тұрмын, қайдан келген дедім. Сен менен алып сұрап жатсың. Бауырлар дедім, ол мынау емес пе, или мынау шақырып кете беретін нәрсе емес, сен нақты анықтап алыңдар дедім. Ол хадис па, хадис емес пе? Хадис емес болатын болса, онда пайғамбарымыздың хадисі бар, байқаңдар бауырым дедім. Пайғамбарымыз айтқан, мен айтпаған нәрсемді айтты десеңдер. Айтқан нәрсемді айтпады деп жала жабатын болсаңдар, не деп айтты? Тозақтың шұңқырын қаза бердім деді. Яғни сөзін деп жатыр сен. Бір-бірімізге жала жабу қандай күнә, Енді пайғамбарға жала жабу қандай болады ол? Алланың ең хабибі ол. Ол Алланың ең жақсы көргені. Пайғамбармен соттасып көресің бе ақыретте? Яғни Расул айтып жатыр, кім маған жала жабылса, мен онымен соттасам деген. Ақыретте Расулдың жанына жете алмай жатырмыз біз. Соттасқың келе ме Расулмен? Өте ауыр мәселе ғой, Алла сақтасын. Сол үшін бауырлар дедім, бұл 5 нелерінде несі өтпейді дедім. Мен дедім, жамағат білмеймін сіздердің қалай қабылдадыңыздар, мен оны қабылдамадым дедім. Құдай аспанда екендігін сендер дәлелдей алмадыңдар. Бауырлар, оның бәрі сауатсыздықтан, оның бәрі осындай білімсіздіктен айтып жатқан сөздер. Сол үшін Алла Тағала Құран кәрімде дейді, иннама яхша мин ибадихи ал-улама. Расында Алладан шынайы қатты қорқатындар кімдер деді? Білім иелері деді. Адам білім алған сайын қорқақ болады екен. Қорқақ деген анау баяғы мектептегі андай қорқақтар емес. Ол Алладан қорқады, шын қорқады. Олар батырлар олар, бірақ Алладан қорқады. Жаңағыдай сөйлей салудан қорқады. Бір бауырына бірдеңе жеткізіп қоюдан қорқады. Алла көріп тұр ғой себебі. Ол түсініп тұр барлық нәрсені. Ал надандар батыр келеді деген. Батыр деген андай батырлар емес. Жаңағыдай надан батырларды өзін бірдеңені шала бұлатып, бірдеңені естіп алған, соны ұра береді. Бауырым ондай емес қой деп. Қазақта сөз бар, өзің білме, білгеннің тілін алма дейді. Нешіншісіне келдік? Төртіншісі. Демек, бір-бірімізге ғайбаттамайық жаңағыдай. Тыңдамаңдар деген мен ешінші бітіп жатқаным жоқ. Керісінше, мен шын айтам, сол бауырларымыздың біреуі қазір сабақ қылып болса, мен шәкірттер кейде менен сұрайды. Басында сол кітап бітпей тұрған кезде тыңдамаңдар деп айттым. Жаңа бауырларымыздың. Не үшін тыңдамаңдар деп айттым? Себебі сендер әлі оң соңын білмейсіңдер. Ақида деген не? Өзіміздің ақидамызды түсініп ал, жолын түсініп ал, ақ пен қараны ажыратып ал, одан кейін бар тыңдаңдар деп сол балалар шәкірттерімді уақытында мен жібердім сабақтарына.
Барып келді, келгеннен кейін сұрадым, не болды дедім ғой. Ұстаз аңғартқа қате деді. Мен айттым, қате екенін қайдан біліп жатсың? Себебі имам Тахауида келген кітапқа қарама қайшы келген сөздер дейді. Абу Ханифаның фиқх акбарына қарсы келді деп, өздері ажырата бастады. Неге? Адамда антивирус орнағаннан кейін вирустарды уже ұстай бастайды. Ал вирус жоқ болса, антивирус жоқ болса ше, көрінген вирус кіре береді басыңа, басың қатып қалады сонымен. Сосын жүресің, өзің түсінбей, не басқаны түсіндіре алмастан. Сол үшін бір-бірімізге ғайбат сөйлемейік, иншалла не? Әр уақытта дайынбыз, кітаппен келсін, отырамыз, иншалла, ол да мұсылман бауырымыз. Бұл жерде ақиқат біреу-ақ болады. Біреу-ақ болады, соны айтуға дайынбыз, иншалла. Демек, төртіншісі, бір-біріміздің алдымызда ақымыз, бір-біріміз атына ғайбат сөйлемейік. Ой, алар бидағатшылар ғой олар. Ой, алар осындайлар ғой деп айтпайсың. Айтпаңыздар. Мұсылман адам ғайбат сөйлемейді. Және сөйлемеудің үкімі не екен? Бір-біріміздің ақымыз екен. Ақымызды жерге таптауға болмайды. Шынымен бір алып қосарың бар ма? Әдеппен келді, ақындап отырып орнына қой. Кітаппен кел. Асын сызып тұрып көрсет. Мынандай емес пе еді? Бәріміз тоқтаймыз сол жерде. Бірақ жаңағыдай ғайбат сөйлеуге болмайды. Ол ғайбаттың соңы неге алып барады деген? Сөз тасуға. Сондай болып кететкен. Бірақ оның басы ғайбаттан басталған еді дейді. Мұсылман бауырының сыртынан ғайбат сөйледі, соңынан өзі де қалай жаңағыдай өсекші болып кеткен түсінбей қалды дейді. Ал өсекшілік үкімге кіргеннен кейін, онда пайғамбарымыз айтады, ла ядхул жанната қаттат деген. Қаттат деген намам, өсек сөз таситындар. Сөз таситын адамдар жәннатқа кірмейді деді Расулалла. Ол жақсы нәрсе емес. Мына жақта болмаған нәрсе мына жаққа болды қылып жеткізіп келеді. Мына жақтағы нәрсе мына жаққа басқаша алып барады. Сөйтіп жүре беріп өмір өтетін болса, Құдай сақтасын, ол жақсылыққа алып бармайды. Сол үшін Аллаға шүкір біз текті ұрпақпыз. Біз қазақ халқы тік сөйлейтін адамбыз. Ешкімге жасқанбаймыз. Альхамдулилля, ақиқаттасын ба, әдеппен келді, айтсайшы бетіне. Оңаша айт болмаса, көпшілік айтамай айтқан болсаң, ей бауырым, түсініп тұрмын бәрін. Мынандай емес пе енді? Деп айтсайшы ол. Сыртқа шығып алып, тыңдамаңдар. Тыңдаса не болады? Жүрегіңе шубха салады дейді. Шубха деген не? Күмән салады екен, Пайғамбар не дейді? Ондай күнәні көрген кезде барып қолмен тиіңдер дейді. Қолмен тие алмасаңдар, сөзбен тиіңдер. Онымен де тие алмасаңдар, жүрекпен жаман көріңдер. Бірақ ол сендердің әлсіздіктерің дейді. Әлсіздіктерің. Қолмен тие деп атқан барып ұрып тастамаңдар. Ақында бе бауырым бергейші сен өз інімсің ғой сен. Кім баласың сен? Ана ауылдағы пәленше көкен баласы емессің ба? Ой, бауырым сен ақылды болып қалыпсың ғой сен. Деп жай желкесін ұстап тұрып кішкене қасып қойсаң бүйтіп. Бергейші деп. Ол бәрін түсінеді. Ағатай де сондай ғой деп. Оған да тоқтамай айтқан болса, ол ұрып керек емес. Өсиетіңді айт. Ей, бауырым айналайын. Кәдімгідей жүйелі түрде ғылыммен айт. Оған да тыңдамай айтқан болса, онда не? Енді тастайсың енді оны. Жүрекпен жек көр деді ғой, оны істеп атқан келіспейсің яғни. Ай, бауырым ол дұрыс емес, болмады ау деп қоясың, бірақ ол бірінші, екінші неде жүруге тырысымыз керек иншалла. Бесіншісі, ла язиду фил хижр лиман я'рифуху аля саласата аям махма гадаба алейхим. Бесінші, мұсылманның алдындағы ақысының бесіншісі, 3 күннен артық араздасып жүрмеу керек. Екі мұсылман адам ұрысып қалды, 3 күнге шейін шариғат рұқсат етеді. Екеуі де тырысып екі жаққа қарап жүр осылай. Бірақ 4-ші күнге ол созылып кетсе енді болмайды. Енді мұсылманның алдындағы ақымыз басталды. Неге? 4-ші күн енді табысу керек. Себебі ақымыз бір-біріміздің. Енді 3 күнге шейін не үшін шариғат рұқсат етті? 3 күнге шейін ренжіп жүруге болады екен біреуге. Сөзі келіп қалды, ренжісең болады, күнә емес. Бірақ ол 3 күннен кейін күнә болып жазылады. 4-ші күнге табыспайтын болсын. Бірінші күн екеуі де қыз балыққа салынды да, айтатын айтып тастады, бір-біріне ренжіп қалды. Екінші күн не болады? Ақырында ой өзгере бастайды оны. Өз кеше қалай болды өзі? Неден басталды өзі? Кім бастады? Не үшін оған сөзге келдіңде, ол жай ақырындап болған нәрсені көз алдынан өткізіп ойланады. 3-ші күн белгіні анық болды. Ол өзінің кінәлі екенін түсінді. Ананікі дұрыс негізінде. Дұрыс. 3-ші күн да бұл. Кәдімгі сабасына түсіп, не болады? 4-ші күні бауырым деп, ассаламу алейкум бауырым деп, не қоя салу керек. Өтіріктен әлі ренжіп жүруге болмайды да ол. Өзінің кінәлі екеніңді мойындаудың өзі бұл мұсылмандың сипаты. Кінәлі адам өзінің кінәлі екендігін білсе, ол мойындау керек.
Ең жаман адам не? Өзін кінәлі болып тұрса да мойындамайтын адамдар. Мұсылман бар, жаңа айттық, оның ішінде бәрі бар. Ағаң бар, әпкең бар, көршінің баласы бар, мектептегі ұстазың бар, бәрі бар оның ішінде. 3 күннен артық барып, асып баратса барып кешірім сұрау керек. Аға айып етпеңіз, кеше осында болып қалды, бір ашуыңызды беріңіз деп, одан кешірім сұрасаң, басыңды шауып алмайтын шығар еді. Жарайды бауырым деп ол түсінеді. Бірақ пайғамбар айтқан хаза ва хайрухум аллази абда биссалам. Осы екеуінің ішінде қайсысы бірінші, сол 4-ші күні келгенде сәлем беріп бірінші үлгерсе, сол екеуінің алдындағы сол жақсы сол екен дейді. Хайыр сол. Ақылды жігіт сол дейді. Ең бірінші кім сәлем беріп, яғни ең бірінші кешірім сұрауға асығымыз керек екен. Сөзі не болады? Сол жақсы дейді. Мына пайғамбар саллаллаху екі немересі болды, Хасан Хусейн. Біздің қазақша Асан Үсен, Асан Үсен. Сол Хасан Хусейн екеуі бір күні сөзге келіп қалды. Пенде ғой бәрі, бәріміз пендеміз. Сөйтіп ренжісіп қалды екеуі. 3 күн уақыт өтті, 4-ші күні Хусейн Хасанға не жазып жібереді. Хасан үлкен ғой. Кішкентай інісі ағасына хат жазып жібереді. Ағатай айналайын, менен кешірім сұраңыз дейді. Деп хат жазып жібереді. Сол кезде ағасы ананы көріп, одан беттер, қалай мен одан кешірім сұраймын? Кішкентай ғой ол. Деп қайттан ол да хат жазып жібереді де, екеуі екі жақта болған ғой екен. Сен керісінше менен кешірім сұрамайсың ба, кішкентайсың ғой, деп хат жазып жіберді дейді. Сол кезде Хусейн радхияху қайтадан хат жазып жіберді. Ағатай, мен пайғамбар саллаллаху естіген едім айтқан, екеуінің ішінде қайсысы бірінші кешірім сұраса, сол жақсы деген. Мен сіздің жақсы болуыңызды қалап тұрғаным ғой деп хат жазып жіберді. Яғни сіз бірінші сол боласаңызшы деген. Сол кезде ағасы түсінді дейді, інісінің не айтып жатқанын. Ойбай бауырым айналайын деп қайтадан хат жазып жіберді дейді. Демек осындай деңгейде болуымыз керек, иншалла, бір-бірімізге 3 күннен ол асып ренжісіп жүруге болмайды. Демек біз мұсылманның алдындағы ақысын өттік, иншалла. Олар нешеу екен? 25 екен, негізі хадисте келген жаңа 6-ауы бар еді. Бірақ хадистен Құран аяттарынан шығарып ғалымдар оны бәрін қосса 25-ке жетті саны. 25-ке жетеді екен, мұсылман алдындағы ақысы екен. Бірінші не екен? Өзімізге қалаған нәрсені басқада қалау. Өзімізге не қалап жатырмыз? Мешітке намаз оқуды қалап жатсың ғой. Демек келесі біреуді ертіп келіңдер мына жерге. Досыңды ертіп кел, көршінің баласын ертіп кел, ана ағаңның баласын ертіп кел, тағы басқа ертіп кел мына жерге. Сен ертіп келмесең, басқа біреу басқа жаққа ертіп кетіп жатыр оларды. Ертең жүреміз сосын. Молдеке, имам айналайын. Анау нағашымның баласы ондай болып кетті. Анау ағамның інісінің баласы мына жаққа кетейін деп жатыр. Не істесем болады деп жүрмейік, Қазақта сөз бар. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жолы міне осы. Өзіңе қалап жатсың ғой, мешітте дәріс алғанды. Намазбен оқығанды қалаймыз ғой? Қалаймыз. Міне, басталды хақымыз иншалла. Мына көшеде жүрген бәрі мұсылман бауырларымызда хақымыз бар екен. Оларға да жеткізейік. Екінші хақымыз не екен? Ешкімге зиян бермеу. Үшінші не өттік? Кішіпейіл болу екен, Кішіпейіл жаңа айтылды. Әркімге иншалла өз дәрежесінде мәміле қылайық. Төртінші не өттік? Ғайбат сөйлемейміз. Сөйлемейміз ғой? Сөйлемейміз иншалла. Бесіншісі, 3 күннен артық енді не істемейміз? Ренжіспейміз. Субханака астағфирука ва атубу илейк. Ерекше мейірім рахмында ва тағала. Барша естіген білгенімізге амал істеуімізді нәсіп еткейсің. Я Рахман Рахим, елімізге, халқымызға, жұртымызға аманды, тыныштық, берекетіңді бергейсің. Я Рахман Рахим, өсіріп жатқан ұлы қыздарымызды иманды, ибалы, ұятты, салиха ұрпақ болуын нәсіп еткейсің. Баршамызды өзінің сираты мұстақим тура жолында болған ислам дінінде жүріп, соңғы демімізде Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммад оның елшісі деп иманда, исламда өтуді нәсіп еткейсің. Келесі дәрістерімізге Алла Тағала баршамыз өзінің амандығында болуды нәсіп еткейсің. Аллахумма салли аля саййидина Мұхаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин би рахматика я архамар рахимин.